Міржақып Дулатов байлық. Бір жарлы жігіт жас күнінде оқыған ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей болғандығын шақты. Онымен бірге оқыған серіктерінің бай болып, кейбіреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткенде, өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екенін сөйледі. «Қалайша сен өзің айтқанда кедейсің?» деді ұстазы. «Сенің денің сау, қол-аяғың аман, жұмысқа жарарлықсың». Және шәкіртінің оң қолын көрсетіп сұрады: «Сен мына қолыңды 1000 сомға кестіруге рұқсат берер ме едің?» «Құдай сақтасын, 10.000 сомға да кестірмеспін», деді жігіт. «Қаншаға берер едің?» «Жарық дүниені көретұғын қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды», деді ұстаз. «Мен бұларды дүниенің малына да айырбастамас едім», деді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: «Қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып, жарлымын дейсің?» деді.